қиран қажылығы деген бар. Бұл қиран қажылығы бұл ең сауабы мол амал. Үш қажылықтың ішіндегі ең сауабы көп, ең абзалы ол қиран қажылығы. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам да қиран қажылығын жасаған. Түсіндіңіз ғой? Демек сіз ал қиран қажылығы деген не? Қиран қажылығыда бір сапарға барған кезде умра мен қажылықты бірге орындау. Бірге. Таматтуға ұқсап қалды ғой. Екеуі де бірдей болып қалды. Екеуі де бір сапарда орындайсыз, және умраны қажылықты орындайсыз. Бірақ бұда қиран қажылығында умра мен сапарды бір ихраммен орындайсыз. Ихрамнан шықпай. Ихрамнан шықпай дегенде сіз миқаттан өтетін уақытта, миқат деген яғни бір шекара, граница бар. Сол өтетін уақытта сіз ниет қыласыз. Аллахым, мен умра мен қажылыққа бірге өтеуге қиран қажылығына ниет қылдым дейсіз. Сөйтіп екі ихрамды қатар кірдіңіз ғой. Сіз кіріп алған ихрам қажылық үшін және умра үшін болып жатыр. Онда бір сіз барасыз, Зүл-Хиджаның бірі барасыз. Не орындайсыз? Умра орындайсыз. Умра орындағаннан кейін шаш алмайсыз. Умра орындадыңыз, тауаф жасадыңыз, сай жасадыңыз, енді шаш алып шығып кету керек, умраны бітіру керек еді ғой. Умраны бітірмейсіз. Сіз тұрасыз да енді әрмен қарай Зүл-Хиджаның 8-іне дейін қажылықтың рәсімі басталғанға дейін уже күтесіз. Бірақ бұл аралықта не жасай аласыз? Сіз қиран қажылығына барған адам тауаф жасап болғаннан кейін, умра жасап болғаннан кейін шашын алмайды ғой. Енді ол адам тауафул қудум деп айтылады. Сәлем тауафын жасайды, сүннет тауаф жасайды. Сүннет тауаф жасайды да қашан? Зүл-Хиджаның 2-3 жасауы мүмкін. Зүл-Хиджаның 8-і ихрамға кіріп қойған уже. Қайттан жаңа ихрамға кірмейді. Қажылыққа ниет қылдым демейді. Зүл-Хиджаның 8-і ол Минаға, сол бұрынғы ниетімен Минаға кете береді екен. Түсінікті? Демек бұл кісі қиран деген нәрсе таматтуқтан абзал болып тұрған неге? Өйткені ихрамнан шықпайды да. Зүл-Хиджаның 1-нен бастап 8-іне дейін ихраммен жүреді. Ихрам деген не? Ихрам дегеніміз сізге күнделікті өмірде халал болған нәрсе, халал. Бұрын сізге бәлки шаш алу, халал, тырнақ алу, халал. Бірақ ихрамға кіргеннен кейін ихрам хал olur. Ихрам дегеніміз адамның бір кіретін халі екен. Бұрын халал болған нәрсе сізге сол уақытта харам болады. Демек сіз сол Зүл-Хиджаның 1-нен бастап 8-ден ихрамнан шықпайсыз. Одан бөлек әрман қажылық біткенге дейін ихраммен жүре бересіз.